Физикаға қызығушылығым 7 сыныптан бері басталып келе жатыр. Осы 7 сыныпта Нұрда мектеп-лицейіне Шымкенттен ауысып келгенде, менде мүлдем осы физика туралы ешқандай ой болған жоқ. Олимпиада деген не екенін де білген жоқпын негізі. Нұрордада осы сабақ басталмастан бұрын қыркүйектен 10 күн алдын 10 күндік осы дайындық кампы болып, сол кампта бізде осы физика, математика, химия, биология, информатика сынды пәндердің жалпы түсіндірді, сабақтар болды. Қандай болады, олимпиада қандай болады. Маған осы физикадан берген ең бірінші мұғалім осы Нұрдәулет әби. Және Слава ағайдың сабақ түсіндіру методикасы ма, әлі физика деген өзі жалпы ма ұнап қалды. Мен бірінші сабақтан осы физиканы таңдаймын деп шештім. Басында ешқандай реакция болған жоқ. Соңында мен қасымдағы балалар итеріп, Назарбай Нұрдәулет десе менде мүлдем реакция болған жоқ. Шынымен мен ба, может быть, басқа біреу шығар деп. Жалау маған Қазақстанның байрағын берген уақытта түсіндім, что мен алтын алғанымды. Сахнаға шығуға асықтым. Алтынға лайықты екенімді сол кезде ғана түсіндім, алтынды осы мойныма салған уақытта. Ағайлардың осы еңбектері үлкен әсер еткізді осы менің жетістігім үшін. Осы камптарды ұйымдастырып жатқан Жасыл ағай, мен жеке тренерім, соған алғыс айтқым келеді. Және де мені әрдайым қолдайтын, әрдайым қасымда осы физикадан мұғалім Арнұр Қазбековке тағы да бір алғыс. Екінші, мені осы физикаға қызығушылығымды оятқан ең бірінші осы себепкер болған Вячеслав Ли мырзаға, ағайыма тағы да алғыс. 8 сыныпта сынып жетекші болған Ерден ағайдың да үлесі зор секілді. Себебі менің сынып жетекшім болды. Және де олимпиадаға да қарайтын адам болғандықтан, маған бір мәселелер туындаса, әрдайым шешуге дайын еді. Ешқашан жоқ демейтін. Физикадан бөлек маған әдеби кітаптар оқыған ұнайды. Қазіргі modern literature дейді ғой. Современный литература. 1990 жылдардан кейінгі авторлардың шығармасы. Соларды сүйіп оқимын. Олимпиада, по сути, для меня было трудно. Почему? Потому что я писал олимпиаду с простудой, во-первых. Во-вторых, там калькуляторы мне непривычны были. Я обычно пишу олимпиады со своим калькулятором. А фирма моего калькулятора Казио. А там дали фирму. Короче, калькуляторы были фирмы Дели или Доли, что ли. Они очень непривычные. Мне было непривычно. Так что было чуть-чуть труднее, чем обычно. Я начал заниматься физикой в 7 классе. Мы пришли в Нурорду, сдали экзамены, и нам дали выбор. Я выбрал физику. Так что, можно так сказать, я начал заниматься физикой с 7 класса. Команда из России была сильной. У них из 5 человек 4 взяла золото, а последний прям первое серебро. А мы заняли 2-е место. У нас
12 участников было, и 11 места взяли. То есть 2 золота, 6 серебра и 3 бронзы. Вот, когда нас объявили, вот, я же вот 6 серебряников, типа 6 людей идет, которые взяли серебряные медали. Вот, сперва Нурда вышел, потом есть пацан Альшер, он тоже золото взял. Типа, вдвоем вышли, типа, я же вот, они вдвоем разговаривают, и все. Да, вот так, спокойно, вообще без эмоций. Ну, я с помощью Арнурагая, как сказать, смог поучаствовать в Олимпиаде. И, можно так сказать, Арнурагай нам помогает часто. Так, а школа, ну вот, школа, начиная с 7 класса, нам предоставляет здание. То есть, если бы я не поступил на РУРДУ, то я, скорее всего, бы не занял бы такие места. Почему? Потому что, как сказать, тут есть возможность. Шәкірттерім үлкен жарыстан жүлде алып келген кезде менде ең бірінші тұла бойымда әрине үлкен бір қуаныш сезімі пайда болады. Өзімді бір жеңілденгендей сезінемін. Неге десеңіз, сіздің оқушыңыз олимпиада жазып жатқан кезде сіз уайымдайсыз, басқа ештеңе ойлай алмайсыз, мүмкін дұрыстап ұйықтай алмайсыз деген сияқты. Мына қазақта мақал бар ғой, баласы бәйгеге шапса, анасы үйде отырып тақымын қысады деген. Менде осындай бір сезім болады деп айтсам болады. И одан кейін жаңа оқушыңыз жетістікке жетіп, үлкен жүлде алып келгеннен кейін ең бірінші мен өзіме мынандай сұрақ қоямын. Тағы не істей аламыз? Тағы қандай жарысқа қатыса аламыз? Қандай жері әлсіз болды ол оқушының? Оны қалай дамыта аламыз? Яғни осылай. Менің ойымша бұл оқушылардың жетістігі ол тек жаңағы мұғалімнің, тек бір-екі адамның жетістігі емес, ол бүкіл ұжымның жетістігі. Біздің ұжым соны сезінді деп ойлаймын, себебі біз жаңа дүйсенбі күні балаларды қарсы алуға барған кезде бірнеше мұғалімдер болды, класс жетекшілер болды, тәрбиешісі жүрді. Мысалы, директордың өзі сол жерге өзі барып құттықтады. Осының барлығы мен ойлаймын, бұл ұжымның, барлық ұжымның жетістігі екенін бір көрсеткіші деп ойлаймын. Өйткені бұл оқушылардың жетістігіне тек қана жаңағы тренерлер емес, барлық мұғалімдер бір өзінің үлесін қосып жатыр деп ойлаймын. Бір сөзім айтқан кезде бұл бүкіл Нұр Отанның жеңісі.